Армысыздар ағалар, от кешкендер, ақ тәндерін боршалап, оқ тескендер. Армысыздар ағалар, ардагерлер, арсыналған жылдары от кешкендер. Қасіретін көзбен көрген жалғанның көкірегінде мәңгілікке қалған мұң. Алдарында бас иеміз тағзым қып, соғысында қан кешкендер ауғанның. Сәлеметсіздер ме, біздің арнамыздың көрермендері, әлеуметтік желі қолданушылары. Бүгінгі таңда ауған соғысынан, ауған жерінен кеңес әскерлерінің шығарылуына 32 жыл толуына орай біздің студиямызда ауған соғысының ардагері Алиев Есебалы Катипұлы қонақ болып отыр. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. 1979 жылы 25 желтоқсанда басталып, 1989 жылы 15 ақпанда аяқталған ауған соғысы қаншама адамға қасірет әкелді, қаншама адамның өмірін қиды. Бүгінгі таңда өздерінің өр тұлғаларын көрсетіп, танытып жүрген ағаларымыз қашанда қай кезде болмасын марапатқа, мадаққа лайық деп білемін. Атақты жауынгер бабамыз Бауыржан Момышұлы айбындылық аспаннан келмейді дейді. Яғни осы сөз арқылы ол өз жауынгерлерін пана тұтқан. Сондықтан да ауған соғыс ардагерлерін мен қашанда мақтап жүру парызым деп білемін. Қош келдіңіз тағы да. Ендеше бүгінгі сұхбатымызды бастасақ, сізге қояр ең алғашқы сауалым. Қазіргі таңда елдің тарапынан, мемлекеттің тарапынан сіздерге қаншалықты қолдау көрсетіліп отыр? Және ол сіздің ойыңызша жеткілікті ме? Дұрыс. Енді біздің үкімет тарапынан көптеген ауған соғыс ардагерлеріне жеңілдіктер бар. Оның ішінде кезексіз тұрғын үй пәтер алу. Қазіргі таңда мына Шымкент қаласы бойынша автобустарда тегін жүруде қолға алынды. Барлық налогі дейді, транспортын дейді, налогтардан үлгетін босатылған. Әр май айында қалалық бюджеттен 36 МРП ақша бөлінеді. Ол 105 мың теңге әр ауған соғысының ардагеріне. Бұл коммуналдық төлемақы, сондай нәрселерге жерден беріп отыр. Біздің бүкіл ауған ардагерлерінің атынан қалалық әкімшілікке де үлкен алғысымыз бар. Одан да көп жеңілдіктер беріліп отыр. Жылда өтетін 15 ақпанға қалалық әкімшіліктен жәрдем бар. Сондай істерімізге әкімшілік тарапынан, үкімет тарапынан болды. Былтыр 6 мамыр күні ардагерлер туралы заң шықты. Ода да көптеген жеңілдіктері бар. Тек қана бір несі бар, біздің ауған соғыс ардагерлерін бір екіге бөліп тастаса деген бір пікіріміз бар. Ол пікір ауған жерінде жараланып келген ауған соғыс ардагерлері Ұлы Отан соғыс ардагерлерінің мүгедектеріне теңестірілген. Ал жарасыз келген мүгедектігі жоқ ауған соғыс ардагерлер тек участник боевых действий на территории других стран болып тұр. Ең бір минусымыз заңның сол болып тұр. Енді қазіргі таңда жоғарыдағы біздің ауған соғыс ардагерлерінің басшылары ол қайтадан парламентке хат жазып, соның туралауына әрекет жасалуда. Оны енді болады деп ойлаймыз. Бүкіл ауған соғыс ардагерін, жаралылардың, Ұлы Отан соғыс ардагерлерінің мүгедектеріне теңестіріліп, қалғандары Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне
теңестірілсе жақсы болады деген Иә, бұл пікірдеміз. өтініштеріңіз алдағы уақытта міндетті түрде ескеріледі деп ойлаймын. Келесі сұрағым сізге, қазіргі таңда өзіңіздің алдыңызға келген жас ұрпақ, өскелең ұрпақтың бойынан патриоттық сезімді сіз байқай аласыз ба? Енді қазіргі таңда біз уже көп жылдан бері мұны 20-25 жылдар болып қалды. Осы жасөспірімдермен әскери патриоттық кездесулер болады. Жылда кейін 5 маусым мен 15 маусым араларында Ашық Аспан астындағы Төле би ауданында орналасқан Робинзон пионер лагеріміз бар ол жерде. Сол лагерде қала бойынша трудно воспитанный балдар бар ғой, қиын нелер қиын жаман оқитындар, тәртібі нашар балдармен, где-то 100-120 балдармен бір 10 күндік әскери патриоттық іс-шара өтеді. Нағыз армияда қандай өмір, сояқта да соларды сөйтіп үйретеміз. 10 күннің ішінде жасөспірім сәл несін түзе бастайды, тәртібі түзеледі, білімі түзеледі, кейін біткеннен кейін барлығын айтатыны аға ендігі жыл тағы келетін шығармыз, мен де обязательно келем деп бәрі қуанышты осындай 10 күндік әскери патриоттық іс-шаралар жылда болса, конечно, өте тамаша болар еді. Олар болады ғой, жалғасын тауып жатыр. Енді мектептерге келсек, әр кездесулерде біз айтатынымыз сол. Балалар, жақсы оқыңдар, жақсы тәрбие алыңдар, білімдерің өте жоғарыда болу керек. Елбасымыз айтып кеткендей, еліміздің болашағы білімді жастарда. Сондықтан да жоғары білім алып, жақсы оқып, жоғары оқу орындарына түсіп, жақсы бір мамандық таңдап, елге деген пайдасы түсетін жастар болуымыз керек. Сондықтан да біз айтарымыз, тек қана жақсы оқып, тәрбиелі болыңдар, үлкенді сыйлаңдар. Ауған соғысына қатысып, өздеріңіз бірге азаматтық борыштарыңызды өтеп, соншама қиыншылықты бірге көрген қандастарыңызбен қазіргі таңда хат алмасып, хабарласып тұрасыздар ма? Иә, әрине, біз менен бірге провинция Газнида сол 79-81 жылдары Қызылордадан көп балдар болды, Ақтөбеден өзіміздің жігіттер, Түлкібас ауданынан біреу бар еді, бар ғой. Солармен кездесіп тұрамыз. Біз 191-ші мотострелковый полк дейді, провинция Газниде тұрған, солардың жігіттермен әр 3-4 жыл сайын болып тұрады кездесулер. Бірінші кездесу 2006 жылы Украинада Киевте өтті, кейін 2009-да Москвада өтті, Ақтөбеде 14 жылы өтсе, 2018 жылы осы Шымкент қаласында өткізгенбіз. Көптеген жігіттеріміз бұрын 30 жылдан астам көрмеген жігіттерімізді көріп, сол жерде сұхбаттасып, енді солардың ішінде Қызылорда облысының Қазалы ауданынан бір Нұрпейісов Еділ деген, сол Венгрияда да бір ротада болғанбыз, ауғанда да бір ротада түсіп, сол жігіт 80 жылы біздің екінші ротамыз окружение түскенде сол қолынан жараланып қалған еді. Мен өзім соны медициналық көмек көрсетіп, қолын укол салып, марле байлап, жүгіт байлап, қанды тоқтатқан едім. Сол жігіт сразу военный госпитальге алып кетті. Сол күні 5 қарулас бауырымыз қайтыс болса, 5-еуі жарақаттанған еді. Өзім сол ауғаннан
бір жыл болдым ғой ауғанда. Венгрияда бір жыл 3 ай болған манекті, бір жыл. Сол 10 январь күні қаңтарда 81 жыл только указ шықты. Біз 17-сіне Кабулда самолетпен келдік. Сол Түлкібасқа үйге бармай Қызылордаға билет алдым желендерін вокзалдан. Барып сол қарулас бауырын көрейін, қал жағдайын көрейін, қолы қандай екен деп сразу соған барсам, ол да Өзбекстанда Шыршықтағы война госпитальге кеткен екен, қолын таратуға. Сол Қызылордада 3 күн болып қайтып үйге аман есен оралған кейін. Ол жігіт қазір 81 мен 85 аралығында Казгуды бітіріп, қазіргі таңда Народный университет бар ғой, сонда қазір қызмет атқаруда, доцент, доктор филологиясына Алматыға барғанда әрдайым кездесіп барамыз. Ол маған келіп тұрады. Ақтөбедің балдарымен, Қызылорданың балдарымен көп кездесулерде болып жүр. Анау бір қанды соғыстағы ауыр күндеріңізден тағы қандай естеліктер бар? Енді ауыр күн болғанда біз ауған жеріне түскендердің ең бірінші қатарында болғандықтан бізде ол жерде тұрғын үй болған жоқ. Солдатский палаткада да болған жоқ. Блиндаж дейді. Блиндажды саперный лопата, мынандай кішкентай лопата, мынандай ақ. Сол лопатамен блиндаж қазып, әр отделение сол жер астындағы үй дейді блиндаж. Соның ондайдың бір 15-20-сын қазып қойған. Сол бір жылдың ішінде әскер интернационал борышымыздың ең аяғына таман бір 2 ай қалғанда сол палаткалар келіп, кроваттар келді. Өте қуанып қалдық. Көрпе төсек көріп, простынь көріп, потом столовый ашылды. Ыстық тамақты 8 айдан кейін бірінші рет көрді. Бір таң қалдық. Нежел бізде ыстық тамақ ішеді екенбіз, сұқ қойықпен өмір сүргенбіз 8 ай бойы. Ең қиыншылығы сол болды десе де болады. Бірақ ең қиыншылығы одан да бірінші соғысқа түскенде бомбаның жарылғаны бар, жараланып қан ағып ыңырсып, біреу қайтыс болған соларды көрсең, сол жүрегің әбден тас қатып қалады екен. Бұл небелі бұл соғыстың тұқым құрсын, мұндай соғыс вообще болмасын деген ойдасың. Бірақ енді солдат заңға, приказға бағынып, енді борышында атауға тура келеді. Үйреніп қалдық қой сонда, шындай айтсақ. Онда соғысқа мұндай соғыс болмасын басқа. Иә, бізде болмасын деп тілейміз. Енді кеңес әскерлерінің жаңағы ауған жерінен шығарылсын деген хабарды естігенде сіздің алғашқы сезіміңіз қандай болды? Енді сол біздің былай шын мәнісіне келетін болсақ, біздің кеңес әскерінің ауғанға кіргені өте дұрыс болды дейміз. Біріншіден ол үшінші дүниежүзілік соғыстың болдырмауының бірінші несі болды. Өйткені, если біз кірмегенде, Америка өз әскерін кіргізіп, Афганистанға уже атом бомбаларын қойса, бүкіл Европа мен Азияға қатер төнетін жағдай болды. Сондықтан да біз оны болдырмауға амал істеп, және де бір екінші мәселе, ауған жері наркотрафик дейді. 70-80% ауғанның жерінде маг өсіріледі. Магды кейін опиумға переработка істеп, американдықтардың өзі бүкіл 3 континентке, Америкаға, Европаға, бүкіл Орта Азияға сол наркотиктер жіберіліп тұрып, енді өзіңіз білесіз, наркотик ол жасөспірімдер сол наркоман болып сатады ғой, наркомандар.
Оны любой наркоманның өмірі 1,5-2 жыл. Енді ойлап көріңіз, қаншама жасөспірімнің өмірі қиылуда. А біз 79-89 жыл аралығында ол наркотиктің осы 3 континентке өтуін тоқтаттық десек болады. Сөйтіп, миллиондаған жасөспірім өмірлерін аман алып қалдық. Сондықтан да біз кеңес әскерін кірген өте дұрыс болды. Біз тек қана осы екі жағдай емес, біз ауған жерінде қиралған мектептері бар, заводтары бар, жолдарын туралап берді. Біздің әр воинский частта өзінің стройбаты болған. Сол қираған үйлерді қалпына келтірді. Сондай жағдайлар. Кейін ауғанның өздері өмір сүру жағы нашар болғандықтан біз оларға ұн, қант, май, сондай нәрселер, тамақтарды берумен де жәрдем беріп, көптеген жәрдеміміз болған оларға. Олардың өздері де айтады, шорави ой дейді. Шорави дегеніміз ол кеңес әскері деген сөз, шорави. Сондықтан да шорави о деп, бүйтіп, не олшы көптеген адамдары. Қазір біз 89-да шыққаннан кейін Америка солдаттарын кіргізді ол қайтадан ауған жеріне. Полный рост наркотиктерді қайтадан бастады бәрін. Өзі жергілікті халықта түсінді Американың жаман екені. Америка плохой деп көптеген жаңалық телевизорда жаңалықтардан да өзі естіген, интернетте де көп жағдай көріп жатырмыз. Шорави жақсы болды, Америка жаман деп өздері де түсінген жағдайлар болды. Ал енді аға, қазіргі жастарға, өскелең ұрпаққа айтар ақылыңыз, тілектеріңіз болса? Енді еліміздің жастарына біздің тілегіміз жақсы білім алу. Елбасымыз айтқандай, еліміздің болашағы сіздердің қолда. Сондықтан да жақсы білім алу керек, жақсы тәрбие алу керек. Ол үшін уақыттарыңызды телефондағы интернетте отырмай, өзіміздің ғұлама ақындарымыз бар, жазушыларымыз бар, соларды оқыңыздар. Абай атамыздың Абай жолын оқыңыздар. Сол жерде өте көптеген ақыл ой бар, пікір бар. Соларды білсеңіздер, өте тамаша болар еді. Интернетте отырып, анау қарағаннан. Сондықтан да жақсы білім алып, жақсы тәрбиелі, үлгілі болсаңдар, біз еліміз жоғары деңгейден көрінеді деп ойлаймыз. Ал бүгін енді 15 ақпан кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылуына 32 жыл толуына орай мен Шымкент қаласында 880-нен астам ауған соғыс ардагерлеріміз бар. Соларға зор денсаулық тілеймін. Ешқашан ауырмасын. Осы жылда осындай 15 ақпанға аман есен жетулеріңізге тілектеспін. Былтыр президентіміздің указы шыққан 15 ақпан үкіметтік мейрамдарына қосылды. Сондықтан да мен үкімет тарапынан да, қалалық басшылық тарапынан да осында 15 ақпанға өте көп жәрдем беруде. Бұдан да енді жақсы болады деп ойлаймыз. Барлық ауғандықтарға тілейтіндер ешқашан ауырмаңыздар, аман болыңыздар. Тұлғаларың әрқашан биік тұрар. Батыр деген бір сөзге сыйып тұрар. Ізгіліктің, ерліктің, қайсарлықтың өсиетін шүмектеп құйып тұрар дей отырып, бүгін бізге арнайы келгеніңізге рахмет, сұхбатыңызға рахмет. Мынау бізден кішігірім сыйлық болсын. Рахмет. Ал ендеше, құрметті ардагер, аға, мерекелеріңіз құтты болсын. Қатарыңыз сиремей, жылдан жылға елдің рухын көтеріп, аман есен жүре беріңіз демекпіз. Хош, сау болыңыздар. Рахмет сіздерге де.